Жалпы білім беретін мектептің бүгінгі сахналық қойылымы ол қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі үлпершек. Әже, Ақмарал апа келе жатыр. Ой, қонақтарды қарсы алайық. Құдағай амансыңдар ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсы келдіңдер ме? Қош келдіңдер айналайындар. Қош көрдік. Айналайын, қош келдің айналайын. Қане құдашалар? Алдай жаным. Қош келдіңдер. Қош келдің ұшқан ұяңа. Жоғары шығыңыздар. Қыздар көрсіңдер. Құдашалар қош келдіңдер. Жоғары шығыңыздар. Тұрып отырыңыздар. Ал құдағи ат көлігіңіз аман сау келдіңіз ба? Біздің Ақмарал қызымызды, әппақ қызымызды өзінің ұясына алып. Аманбыз, шүкір, аман келдік. Жол жақсы екен. Ауа райы да жақсы болып тұр екен. Бүгін міне. Құдағи қалайсыңыз өзіңіз? Аллаға шүкір жүріп жатырмыз айналайын. Ауыл елдеріңіз аман ба? Аман, Саналып шүкір. отырыңыздар. Ақкүйелер айналайын. Ауылымызға осылай міне келіп қалып жатырмыз. Қызыңызды алып. Өте жақсы. Қазақ халқында бұрыннан келе жатқан салт дәстүр бойынша ұзатылған қыз бір жыл өткеннен кейін өзінің ұясына, өзінің енесімен, қайын сіңілдерімен, жеңгелерімен келіп көрісетін болған. Осы көрісте өз ұясына аман сау келгені үшін, аман сау жүргені үшін қазақ халқының бұрыннан келе жатқан салт дәстүрінің бірі бұл үлпершек деген тағамды дайындайтын болған. Мен де бүгін өзімнің осы Ақмаралдай әппақ арудай қызыма өзімнің жүрегімнің ішіндесің, жүрегімнің түкпіріндесің, жүрген жеріңде жүректей жылулығыңды, жан сұлулығыңды сыйла, жүректей жұмсақ бол, жүрген жеріңе жұмсақ бол деп осы үлпершек ұлттық тағамды дайындадым. Үлпершек ұлттық тағамы бұл жылқының жүрегінен дайындалатын тағам. Оның ішіне неше түрлі жаңа қазы қарта, жал жая және ұсақталып туралған май және жылқының етін қосып дайындайды екен. Құдағи, міне бүгін мен де қызыма, сіздерге арнап осы үлпершек тағамын дайындадым. Енді осы үлпершек тағамынан қазір ауыз тиіңіздер. Айналайын, бере асыңды. Бисмиллахиррахманиррахим. Шұбаттан алып, тамақтан алып отырыңыздар. Бауырсақ алыңыздар. Тамақ алып отырыңыздар. Кел балам. Бауырсақ жеп отыр. Өте жұмсақ болып піседі бұл тамақ. Және ішіне неше түрлі май, жаңағы салғандықтан үш май салдым бұның ішіне, құйрық май салдым, себебі қызым жүрген жерінде жұмсақ болсын, жан-жағына шуағын шашып жүрсін, жылулығын шашып жүрсін деп. Қазір осы ұлттық тағамнан ауыз тиесіздер. Келіннің қолынан шыққан астар өте дәмді болады құдағай. Көрініп тұр. Келіңіз өте шебер. Өзі салт дәстүрді жақсы білетін, биязы келін екен келініңіз. Енесінің топырағынан болады дейді ғой енді. Өзіңізге ұқсаған. Ал мына үлпершек тағамымыз дайын. Енді осы тағамнан құдағи өзіңіз бірінші болып ауыз тиіңіз. Ал құдағай алыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдашалар жақындап алыңыздар. Қызым ала ғой, саған дайындал. Айналайын, ауыз тиіңіз. Арнап пісірген ас қой өзің арнап. Дәмді екен. Өте дәмді екен. Құдағи қолыңызға дерт бермесін. Өте дәмді шықты. Мынау бір көптен жоғалып кеткен, көптен бері көрмей едік, ұмытылып қалып бара жатқан ас екен. Құдағи, міне құдағилар, міне ата-бабамыздың салтымен қызыңызды шақырып, ұлттық тағам, үлпершек дайындап, құрметтеп, сыйлап жатырғандарыңызға көп рахмет. Мына маңыздысы ең, балаларымыз аман болып, болашақтары жарқын болсын. Мына арамызға салынған алтын көпіріміз мықты болсын. Тек аман жүрек, қайда жүрсек те. Құдағи, сізге де рахмет. Мынау бұрыннан келе жатқан салт дәстүр болғандықтан мына кейінгі ұрпақтарымыз, кейінгі жастарымыз, өзің сияқты жастар осы біздің салтымызды, дәстүрімізді, ғұрпымызды болашаққа апарсын, соны жаңағы
ұлықтап жүрсін деген ниетпен осы үлпершекті бүгін дайындап көрсетіп жатырмыз. Ауыз тигізіп жеп жатырмыз. Осындай үлпершектей үлбіреп қызым барған жеріңде бақытты болып, сол жерді көгертіп, көсеген көгеріп, ұрпағыңмен мың жасап, тек жаңағы жақсы жағынан көрінуге біз тілекшіміз. Ұяңды ұмытпай, өстіп өзіңнің ұшқан ұяңа жыл айналып, ұшып келіп тұр. Жан жағың бәрі жүрген жерің құдағи барлығы аман болсын. Барлық жаңағы жақсылықтарды сіздерге тілейміз. Енді өзіңіз осы астың батасын қайырып, Ақмарал немереңізге бір бата беріп жүрсеңіз. Бәріңіз де ауыз тигіздер ме? Бауырсақ өте дәмді болып тұрады. Айналайын. Ас болсын. Енді өздеріңіз көріп жатырсыздар. Мына біздің бүгінгі дастарханымыздағы үлпершекті жеп дәмін татып жатырсыздар. Ақмарал қызыма барған жерде бағың болсын деймін. Барған жеріне тастай батып судайсың айналайын. Еркелігің еліңде қалсын. Барған жеріңде тек қана осы ата-анаңнан алған тәрбиеңді жалғастырып, тек қана жақсы атанып жүруіңе тілектестік білдіремін. Қолдарыңыз жайыңдар айналайындар. Асқа берекет берсін, адамға қанағат берсін, жан-жағымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Ақмарал жанының барған жерінде бағы болсын. Жан-жағымыз аман болып, құда-құдағайлардың арасында тек қана жақсы сыйластықта жүре берейік. Айтқаныңыз келсін құдағи. Ал жастар жағы енді ана жаққа барып өздеріңіз билеріңді билеп, домбыраларыңды тартып, әндеріңізді айта беріңіздер. Рұқсат сіздерге. Шұбат жақсы ішіліп жатыр. Үлпершектен алыстыңыз,